ببركات القرآن العظيم بحرمة حبيبك ورسولك الكريم بحرمة ليلة القدر. Allah subhanahu wa ta'ala hasiyette Kadir günü Kur'an-ı Kerim'in tilavet edilen Haşr suresinin sonunda 3 ayetinin sağlığın bağışlayımız evvela dünyada etken Peygamberimiz Cennet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in aziz-i asıl ruhuna bu dünyadan Adam aleyhisselam'ın Muhammed aleyhisselam ve dinletken bizim mahvetkin Peygamber'in ruhuna o sürükün sahabanın ruhuna dört şairimiz Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu teala anhumaların ruhuna okumuş Haşr suresinin sonunda şairinin sağlığın bugün La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü kelime şehadet kelime teybet etbütün kullu mümin Müslümanların ruhuna başlayın. Okumuş kelam şerifin sevabını kasiyette Ramazan ayında Allah Teala'nın Kadir Gecesi'ne gelip dua gelip namaza gelip oturgan üstün köpçülük cemaatinin bu dünyeden ötken varlık ata-babalarına, varlık dünyeden ötken aziz-i tutuşkanlarına başlayın. Allah Teala okugan Kur'an-ı Kerim'in hürmetmen, hasiyette Ramazan ayının hürmetmen, hasiyette Kadir Gecesi'nin hürmetmen, dünyeden ötkenlerimizin Allah Teala bu dünyada bildiğini istegen günahlar varsa, özümüzün de dünyada bildiğini Kadir günahlarımızı Allah Teala mağfiret et. Okugan Kur'an-ı Kerim Ya bir Allah, Muhammedке әрі үй ішіне игілік ет, және есендік бер. Ия бір Алла, бізді иман сәнімен сәнде, және бізді туралық пен танымның сыйымен сыйла. Рамазан айымен құрметте, бізге жәннатты жарылқауды нәсіп ет. Ия пәк Алла, өз мархабатыңмен біздерді жарылқа. اللهم تقبل هذه تلاوة القرآن
Алланың ризалығы үшін қасиетті құрбан айтымыздың қарсаңында Алланың үйінде тілеует етілміш болған Құран-ы Кәрімнен нәсіп болған сауабын bağışlayımız Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna, bұрынғы келген күллі пайғамбар әулия әмбияларымыздың рухына, күллі Құранның еткен мүмин мұсылманға бағыштаймыз. Алланың ризалығы үшін оқылған Құранның сауабын бағыштаймыз. Осы біздердің өткендерімізге Алла оқылған Құранды өліге хастатан хадия қылып, қабырларына нұр қылып, шапағат етсін. Алла Тағала тілімізге сәлематын тигізсін. Алла Тағала бүгінгі қасиетті мүбәрәк болған осы Құран-ы Кәрім оқылғанда Алланың үйінде біздің ниетте болса, өзіміздің мешітіміз Алла ризалығы үшін жәмия мешіт болып танылды. Осы мешітіміздің Алла Тағала ісі оңға қайырға жазсын. Алла Тағала барлық жамандықтардан аулақ етіп, осы жәмия мешітке тіркелген завия мешіттердің барлық молдалардың істерін Алла Тағала қайырға жазып, тілегімізді осы жерде пәтуаласқан пәтуамызды Алла қабыл етсін. Алла күнәларымызды мағфират етіп, еліміз Қазақстанға тыныштық, рыздық, берекет беріп, дін исламға Алла қуат беріп, аман саулықта жүруімізді Алла нәсіп етсін. Алла Тағала дұғаларымызды сауапқа жазсын. Раббана атина фид дуния хасаната ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахматиллах. Ал енді Алла ризалығы үшін. Минашайтонирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Осы бізді түсіріп жатқан хабарды көріп отырған жұртшылық, ағайын туған, күллі мүмин мұсылман. Бүгінгі міне 27 наурыз күні 1997 жылы осы көктемнің күн шуақ күнінде қасиетті құрбан айттың қарсаңында Алла нәсіп етсе, біз осы мешітімізде үлкен жиналыс өткізіп жатырмыз. Бұл мешітімізде өтіп жатқан жиналыс Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының біз филиалы болып, Қазақстан Республикасының әділет басқармасының куәлігімен куәландырылып, Шығыс Қазақстан көлемінде ең бірінші өткен мешіттердің бірі болып, заңды құқыққа ие болдық. Енді осы заңды құқық негізінде Алматыдағы бас мүфтиіміз Ратбек қажы сол біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасындағы төралқа мәжілісінің бекітіп берген мешіт ережесі бар. Сол мешіт ережесі жөнінде біз осы жерде жаңа таныстырылулар өткізілді. Сол мешіт ережесі жөнінде біз жұмыс істейміз, иншалла, Алла қайырын берсе. Содан кейін біздің ауданымызда осыдан 3 жыл бұрын осы молдалар осы отырған осы жерде жаңадан келгені бар. Осы кісілердің бәрі тіркеуден өтіп бізге мешіт болып қараған. Енді біздің мешіт ережесіне сәйкес біздің мешітіміз жамия мешіт болып, яғни үлкен мешіт болып бекіді. Жамия мешіттің басқарушысы имам болып бекіді. Сонда ауданымыздың көлемінде имам басқарған мешіт, жамия мешіт осы Тарбағатай аудандық мешіт болды. Енді осыған қараған мисал үшін осы біздің ауданымызда 8 кеңшарымыз бар. Сол кеңшарларымызда Аллаға шүкір қуанышпен айтуға болады. Осы Шығыс Қазақстан көлемінде ең алғаш мешіт көтерілген осы біздің жерімізде Қазақстан деген кеңшардың Жаңаауыл деген ауылында алғаш мешіттің іргесі асқазанып, былтыр Қарасу деген ауылымызда мешіт тұрды. Онымен қатарлас Қабанбай ауылдарының 2 фермасында табанынан бастап мешіт тұрғыза бастадық. Енді былтыр бізде өзіміз осы Ақжарымызда халықтың ниетіне орай мешіт бастағанбыз. Иншалла, Алла қайырын берсе, ол мешітте тұратын шығар. Көп қажет, көмек қажет, өйткені заман бәрімізге белгілі нәрсе. Ал енді құрметті көрермен, айта кетейін дегенім, біздің мына молдаларымыз осы отырған бәрі сол завия мешіттің ауылдың молдалары болып бізден тағайындалып бекіді. Таныстырып өтуімді осы иншалла өзім үшін бір бақыт көремін. Өйткені біздің халқымыздың дінінен айырмай, жаназасыз кісі шығармай келе жатқан осы ақсақалдарымыз еді. Алла Тағаланың дінінің хақтығы сол, Алланың 70 жылда қан мен қылышпен жүріп дінімізден айырғанды уақытта 7 күннің ішінде деп айтса да болады, Алла бізге дінімізді сондай жеңілдікпен қолымызға берді. Ол Алланың хақтығымен. Иншалла, Алла Тағалаға иман келтірген, Алла Тағаладан үміт еткен, тек Алладан ғана сұрауымыз керек көмекті. Бұл халық иншалла жамандыққа бармайды, қазақ халқы. Қазақ халқының ырыздығы көбейіп, тыныштығы бекіп, иманы жүрегіне бекіп, Алламен әр уақытта бірге болса, иншалла жақсылық болады. Енді рұқсат болса, мен өзім үшін қуаныш деп танимын. Осы кісілердің бәріне осы тірісінде өздері алсын деп біз осы мешіт атынан мадақ қағаздарын бердік. Осыдан 2 ай бұрын. Енді ол мадақ қағаздар шын ниетпен берілген мадақ қағаз. Сондықтан бұл кісілер өздері тіріде алсын. Ал бұл кісілердің көзі кетсе, ол жасырып жабар жоқ. Бала шағалар көріп өтсін деп бердік. Таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Мына үлкен ақсақал деген үлкен қариямыз осы жерде тұрған Маңырақ ауылының имамы
Акат Кәрбайұлы деген кісі, мына кісі. Ол кісіден бері қарата, ол кісінің бер жағы, оң жағында отырған мына кісі Тоғыл ауылының жаңағы Завия мешіттің жауапты молдасы, имамы сол ауылдың Қанапия Түбекбайұлы. Одан бері қарата отырған мына Жетарал ауылының Завия мешіттің жауапты молдасы мына Еренбақ Кешубайұлы. Одан кейін отырған кісілер мына кісі Асусай, мына кісі мына кісі Қамысты ауылының молдасы Қозыкен Жапейұлы. Одан кейінгі ақсақалда отырған кісі мына сақалы бар кісі біздің мешітке қарасты Жаңақыстан ауылының молдасы Нұрмұхаммед Мамырбекұлы. Одан кейін Жаңатілек ауылынан иншалла ниетін бойысып жүрген біздің молдалар қатарына қосылып халыққа ислам дінін уағыздап жүрген жақсы азаматтардың бірі Ислам Түсіпұлы. Одан кейін ортада жақсы адам өзі ортада отырады. Ортада қалған кісіміз бұл кісі міне біздің Асусай ауылының молдасы Әнуархан Әнуарбек Айымғожаұлы. Одан кейін медет сіз көтеріліп тұрсаңыз рұқсат болса. Бұл медет Мерке медресесін бітіріп келген. Қазір Қабанбай ауылының имамы десе болады. Бұл азамат біздің Қабанбай ауылынан келген Медет Рысбекұлы. Мына ақсақал, мына кісі отырған. Ана құлағында сылбырап отырған ақсақал Тарбағатайдан келген, Тарбағатайдың молдасы Мырзахмет Мұхамеджанұлы. Мына ақсақал Моңғолиядан көшіп келген. Біздің ішімізге келген, өзінің ұлты ұйғыр, негізі Шығыс Түркістанда Қара Оспандар заманында бірге болған, соның ащы суығын бірге көрген адам, білімді, жақсы адам, өзі ұйғыр ұлтты біздің мешітке қараған Абдол Абиболла ұлы деген кісі. Мына менің жанымда отырған, осы мешіттегі имам болып келгеннен бері өзім жанында жүріп осы мешітте құрылысқандардың бірі болған, осы мешіттің азаншысы Жұмаділбек Абдрахымұлы. Міне осылай таныстырып өтуге болады. Өздеріңіз енді осы сіздердің осы телекөрермендер алдында рұқсат болса, осы мешітіміздің заңды қағазы келді бүгін. Біз аудан көлемінде мисал үшін мынандай тәртіпке келіп жатырмыз. Бүгін жиналып сондай қорытынды маңызы, екінші маңызы мынада болды. Аудан көлемінде жылдық, 7-40 жылдығы деген рәсімдер бар. Осы рәсімдерді бір тәртіпке келгізу мақсатында бір пікірталас және мәмілеге келдік. Ол мәмілеміз иншалла газет бетіне шығады, және әрбір молданың қолында бар. Сол мәміле жөнінде болды. Енді мен рұқсат болса, Алла ризалығы үшін осы жол үлкен ақсақалдардан біздің мешітіміздің осы бастап отырған игісіне бата сұраймын. Алла Амин. Ya Allah sen yarıka sigortadan sen yarıka. Ketkenimizi keltiriyor Allah, ketkenimizi topluyor Allah. Ağlarımızda aşılan olsun bir meştimizin ömür jas uzak olup, sevleti sendir olup, osunda cümüs isteydiğin yoldaşlar balamız kuvvetten başta barlığımızda осы İslam'dın hasiyet şarafatымен жарылқанып, осы мешіттің адал, тиісті қызметкері болуға Құдай Тағала бізге жол ашсын. Және алдымыздағы болашақ жаңа мешітіміздің Құдай Тағала жан-жақтылы жақсылықпенен сәтін айландырып, ауылымыздың сол мешітінің құрылып, басқа жерлердің барлығына үлкен абырой алуына Алла қолымызды жеткізсін. Және сонымен бірге Тарбағатай аудан халқына пайғамбарымыздың ақтығы жақсырақ тіктеліп, осының төңірегіне аудан халқымызды түгел топталып, келесі заманның жарық дүниесінің жақсылығын мәңгілікпенен, парасатты, имандылық, исләмділікпенен өткізетін ұрпақтар дами берсін. Сол үшін ауданымыздың мәшті көрнекті, иманды, өте тәртіпті жағдайда біздерге нұсқау беруге әркез жалықпасын. Оған біз тілеулес болып, оның барлық ісіне Алла Тағаладан жардам тілейтін дұға ағалар болайық. Енді мынандай біздің шариғатымызда осындай тілекке ниет айттық, мешітке отырмыз. Құрбан айттың қарсаңында бір тәшрик тәкбір айтсақ, иә? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Аллаху
тілектеміз. Алла сауап Рахмет сіздерге де. Жақсы. Жақсы болды. Келсейші аға. Бірге келсейші мына. Бүгін біз міне Тарбағатай ауданының болашақ имандылықты уағыздайтын біздің Алланың үйі деп аталатын болашақ мешітіміздің осы қасиетті табаны табандалған жерге келдік. Осыдағы бір топ мұсылман дінін пір тұтатын біздің адамгершілігімізді имандылығымызды уағыздайтын қарияларымызбен бірге осы жерде бас қосып тұрмыз. Енді бүгінгі әңгімеде біз өткен жылы білеміз, бүкіл Тарбағатай көлеміндегі барлық жаңағы бас көтерер азаматтар, ұжымдар, сондай-ақ жаңағы совхоздардан келген жалпы осы Тарбағатай ауданының мұсылмандары болып, осы мешітті тұрғызуға үлкен бір қасиет танытып, көптеген қаржы жинап, жаңағы қайырымдылық акциясын өткізген болатынбыз. Осыдан бізге осы мешіттің іргесін көтеруге бірталай жаңағы қаржы түсірген еді. Енді осы біздің ауданымыздағы осы Алланың үйі мешіттің құрылысы жайлы бүгін біз осы аудандық мешіттің бас имамы Қуат Солтанбекұлы сізді сөзге шақырамыз. Осы мешіттің құрылысы жайлы айтып өтсеңіз. Аузубиллахи минашшайтанирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Келіп отырмыз мына біздің мешітіміздің құрылыс басталған жеріне. Жаңа біздің ауылымыздың Толағай студиясының тележүргізушісі айтқандай, былтыр Құрбан айттың 2-ші күнінде осы қайырымдылық акциясын бастап, ауданымызда мешіт бар, бірақ ескі аурухана. Сондықтан өзіміздің табанынан бастап бисмилля, Аллаху акбар, альхамдулилля деп Алланың ризалығы үшін табанынан бастап мешіт тұрғызбақ ниетіміз болған. Ауданымыз көлемімізде 8 мешітіміз бар. Соның ішінде табанынан бастап қойылған ең бірінші Шығыс Қазақстан облысы көлемінде біздің Қазақстан деген жаңа ауыл деген елді мекенде, одан кейін былтыр Қарасуда ашылды. Қабанбайдың 2 кішкене фермасында 2 кішкене мешіт табанынан бастап мешіт тұрғызылды. Енді бәрі сол мешіттердің бәрі осы орталық Жамия мешітіне қарайды. Және бұл ауданның орталық үлкен мешіті. Сондықтан бұл ауданның орталығына сай, ауданымыздың халқының ниетіне орай, осы жерде бір үлкен мешіт тұрса деген ниетпен бастағанбыз. Былтыр ауданымыздың әкімі Түсіпхан Түсіпбекұлына рахмет. Мына зілзаладан кезіндегі, Зайсанда болған зілзаладан келіп түскен ауылдағы материалдарды бізге тегін бергіздіртіп, содан мен осыларды ауылдардан жиып, 200 мың теңгенің үстіндегі қаражатымыз соған кетті, көптеген қаражатымыз. Негізі жиылған қаржымыз былтырғы сонымен тәмам болды. 2-ақ жеті осы жерде құрылысымыз жүрді. Осы өздеріңіз көргендей табанын қазап қойдық, одан кейін жұмысымыз жүрмей қалды. Өйткені аудан үлкен шашыраңқы жатқаннан кейін елді мекендерден біріншіден жию жақсы, жию да қиын болады, екіншіден ықылас ниет дегенде нәрсе тұр. Ал енді бұл жерде айта кетейін дегенім, бәр жерде қазір мешіттер тұрғызылып жатса, халықтың діні ортамызға келіп жатқан уақытта соны қолдайтын жергілікті үлкен жол ағалар, халықтың басшысы болып отырған ағалар қолдап жатыр. Оның бәрі аян. Сондықтан менің айтайын дегенім, осы теледидар арқылы Шығыс Қазақстан көлеміндегі облыста отырған, осы ауданымызды басқарып жүрген азаматтар, біз былайша айтқан уақытта тілекпен ниеттеніп тұрған сұранысымыз, көмектеріңіз болса қолдарыңыздан келсе беріңіздер. Бұл бисмилля деп кезінде шыққан мақаламызда, осы мен анау шетелге шығатын газеттерде мақала жазғанда, Дәулетхан Сүриер деген Германияның қазағы 14 мың теңге аударып бастаған, содан басталған. Енді міне Өскемендегі АО нан продукты деген мекеменің үлкен бастығы президент Аллахвердиев, Әділет қажы деген қажы да осы көкөк айында көмегін берем деп отыр. Қаншама азаматтар, жерлестер бар. Бұл мешітіміздің атын Тарбағатай ауданындағы Исі қазаққа, өзі Шығыс Қазақстан көлеміндегі ең бір қазақи ауданбыз. Мұсылманшылыққа тән жатық ауданбыз. Бұл ата бабамыздың аты қолдасын, аруақтың аты еске түссін деп біз Байжігіт баба атындағы мешіт деп атағанбыз. Сондықтан Байжігіт бабаның ұрпағы белгілі өздеріңізге. Анау Ақсуаттан, анау Зайсанға дейін шекарасы кең жатқан ел, осы телевизорды көріп отырған, осы біздің хабарды көріп отырған ағайындарымыз, бизнесмендер байып жатқан. Алланың берген нығметін еске алыңыздар. Құдай тағала жолында көмектеріңізді беріңіздер. Иншалла осыны біз сіздерге ұсыныс етіп сұрап отырмыз. Рахман-рахим. Осы Алланың үйі деп бүгін жұма күні біз жұма намазға келіп тұрмыз. Келдік. Енді міне мешіттің жаңадан болатығын біздің ұрпағымызға келешектегі. Соларға тарихымызда соларға қалатығын осы мешіттің орнына келіп,
міне барлығымыз сол тілекке келіп тұрмыз. Ал енді осы мешіттің құрылысын салуға қаржы жетіспей жатыр. Вот сондықтан соған ауданның әкімдері, мына ауылдағы, совхоздағы адамдар осыған көмектессе жағдайы жететіндер. Барлығымыз ұйымдасып, осы мешіттің қабырғасын тұрғызып, Алла тағала қабыл етсе, ендігі жылы осы жаздың аяғында аманшылық болып осы мешітіміздің ішіне кірсек, тілек қабыл болса, жақсылық болса, көпшіліктен сұрайтыным енді осыған көп тілек болсын. Басқа немене? Енді аспанымыз ашық боп, осы тілегіміз қабыл боп, ұрпағымыз біз міне 70 жыл кәртайып қалсақ тағы міне 70 жыл Құдайды ұмытып, намаз оқуды білмедік. Енді міне 2-3 жыл болды. Осы намазға келіп, имандылыққа келіп, намаз оқып, жұма намазына келіп, адамгершілікке келдік. Енді біздің ұрпағымыз мінекей, сол біздің жолымызды қуып, осы мешітте кәртайып, біз сияқты ақсақал сары түсті болса екен. Мысалы мына аспаннан немене бір тәрелке деген келеді дейді. Сол айтыпты дейді, анаң біреу айтып тұр. Мына жердегі адамдар біздің мына шығыс жақтағы өте нашар тұрады екен, арам тұрады екен деп айтады дейді. Неліктен? Міне біз суға түсіп, дұрыс болып, Құдайды ұмытып, Құдай деп бала шағамызға үйретіп, келешекте соны уағыздайтын болсақ, енді Құдай осы тілегімізді қабыл ойлап, осы мешітіміздің қабырғасы тұрып, Алла ұрпағымызды жандырып, не тілеген тілегіміз Аллаға қабыл болсын. Осы сөзіміз Алланың құлағына барып, Алла тағала осы мешітіміздің ішінде енді молламыз ішінде отырса, барлықтарына осы пітірімізді беріп, жылда келіп жақсылықпенен өткізіп отырсақ деп ойлаймын қарағым енді. Ал енді келесі әңгімеге мен жаңағы біздің мешітімізге барып намазға жығылып жүрген ағаларымыздың бірі Ислам аға сөзді шақырайын. Ассаламу алейкум, қымбатты мұсылман жамағат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біз міне бүгінгі жұма намазына қатынасып, сонымен бірге біздің келешектегі аманшылық болса орын тұрғызамыз деген қасиетті Алланың мешіттің орнына келіп тұрмыз. Енді қарап тұрсаңыздар, біздің Тарбағатай халқы аса киелі, өте қасиетті аймақтың өлкенің бірі, бір мемлекетпен шекараласқан, ұзағынан ұштасқан Тарбағатай тауының бауырында отырмыз. Біздің Байжігіт бабамыздың, Жұмық бабамыздың ұрпақтарынан 50-ден 60-қа тарта қажы осы елдің ата бабасынан Мекке Мединеге барған екен бұдан бұрын. Міне қазір бізден бір қажы шығып, соған бара алмай жатырмыз. Мұның өзі дағы біздің сонау 1-2 жылдың алдындағы ата бабамыздың ұрпақтарының өзімізге тиісті дініміздің құрметінен қаншалықты төмендеп айырылып қалғандығымыздың бір дәлел фактісі болып тұр. Сондықтан біз енді кейінгі мына егеменді ел болып, өзіміздің көк байрағымыз, мемлекетімізді Қазақстан болып құрғаннан кейінгі қасиетке байланысты енді біз жаңа тіршілік істеп жатырмыз. Осы қалағалы тұрған мешітіміздің көлеміне қарасақ, миллиондаған сомаменен тұратындай тұрады. Міне осыған біздің қарапайым бұрынғы замандағы кірпіш құрылысыменен қарапайым әдістермен жасасақ, біздің осындай мүділ Тарбағатайдағы Ақжар халқының үлкен отырақтасқан жерінен бір сәулім халыққа игілікті, кейінгі ұрпақтарға мақтаныш боларлық бір қасиетті орынды тұрғыза алмау аса үлкен өкініш. Сондықтан біз ойлаймыз, мүділ Тарбағатайдың үрім бұтағы, Тарбағатайда барлық ата бабамыздың жаңағы қасиетті 60-тан асқан Меккеге барған қажылардың үрім бұтағы болып отырып, сол осы тұрған қауым бірлесіп күш қоссақ, сондай-ақ барлық ынта жігерімізді осы өзіміздің қасиетті дінімізге мән берсек, қазіргі кезде осы иншалла біз Қуат Солтанбекұлы имам болғаннан бері біздің мешітімізде 3-4 жас қарлығаштар бар. Айталық Амангелді, Жарасып, Қайырбек қатарлы, Мәрия Құдайбергенқызы қатарлы балалар қазір біздің халқымыздың ортасында үлкендерге аса бағалы үлгі болып отыр. Осылардың имандылығының арқасында міне өзінен үлкен ақсақалдар, апалар, міне біз мақтанышпенен осылардың алдында сәждеге келіп, әрбір жұмамызды, құрбан айттарымызды, ораз айттарымызды осы мешітте өткізіп жатырмыз. Біздің қазіргі пайдаланып отырған мешітімізге сыймай да қалып жатырмыз. Сондықтан біз келешек халқымыздың мақтанышы үлкен бір жақсы сәулім Алла үйін тұрғызсақ, біз келешекте Аллаға ғибадат құлшылығымыз бұдан да үлкен
халқымыздың бұдан да ұйымдасуы болады деген зор үміттеміз. Сондықтан біздің ауданымыздағы отырған басшылардың, әрбір кәсіпорын совхозда отырған, әрбір жеке шаруаға шыққан, жақсы алдын қатарға озып болып келе жатқан, ел үміт артқан адамдардың аса үлкен күш қосуына, осы дүниеге мән беруге, Алланың ризалығы үшін, Алладан жақсылық шарапат күтіп, осылардың да жәрдем беруін үміт етеміз. Сондай-ақ аудан басшыларына да, облыс басшыларына да біз берер болмаса дағы ақыл көмегі, ұйымдастыру көмегіне, жас имамның қолдаушылық білдіруіне демеу болса екен деген тілектеміз. Сондықтан халқымыз осындай жақсы игіліктің қашанда болса жақсылығына жете бергенге жазсын. Я Раббым Алла Тағала, Раббана атина фид дүния хасанат ва қина ғазабан-нар. Өлімізге иман, тірімізге қайыр береке беріп, Алла жақсылыққа жеткізсе екен деп тілек білдіреміз. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Müslüman kavim, qasiyetli Cuma günü осы ауылдың әкімшілігі тарапынан айтылған, осы әкім айтқандай, біздің мына Алла Тағаланың қасиетті ереже байы ортамызда кіріп тұр. Бүгін міне қасиетті Рағайып кешінен кейінгі келіп тұрған Жұма күні. Рағайып кеші дегеніміз пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның анасының құрсағына түсті деген ереже байының алғашқы жұмасы, сондай қасиетті кеш. Содан осындай қасиетті айда, қасиетті кештен кейін келіп тұрған осы мешітіміздің алдында жиылып тұрмыз көпшілік. Бұл Алланың үйі, бұндай. Егердеки осы мешітте біз ішінде намаз оқымасақ, құлшылық қылмасақ, онда бұл мешіттің біздерге жақсылығынан бұрын жамандығы да тиеді халыққа. Біздер Алла Тағаланың үйін ашқан. Аудан пеш тартты. Одан кейін ең үлкен нәрсе мына мешіт тарапынан, аудан мешіт тарапынан берілетін мақтау грамотасы. Мынау енді жаңбыр болып қалды, өзі медет есінде сақтайды ғой. Мынау грамота міне медет Рысбекұлына беріледі. Үлкен еңбегі үшін. Сондықтан енді осы мешітімізді келешекте медетіміз болып, балаларды тәрбиелесек деген ойдамыз. Некемізді осында қиюға байланыстырып Мешіттерімізде құттық үшін халқы аман болсын. Алла Тағала жақсылық берсін. Ауыл әкімі айтып өткендей, осыдан 2 жыл мешітіміз жазылған, бүгін жаңа қонысқа көшіп отыр. Сондықтан да менің айтарым, бұл Алла Тағаланың үйі. Бұрын адамдар партияға сенсек, басқаға сеніп келсек, енді адам жалпы өз бір нәрсеге сену керек. Аллаға сеніп, болашақтағы арттағы ұрпақтарымызды адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеу орны болса деп ойлаймын. Мемлекет аздаған көмегі бар, сыйлығы. Оны қабыл алсаңыздар, онан кейін жаңа айтқандай мешітке бөлінген ештеңе не жоқ. Қыстағы медетімізді жалпы халықта осы мешіттің көміріне көмек жасап тоңдырмаймыз деп айтамын. Мәсжид, яғни мәсжид Алланың үйі деп аталады. Осы мешіттеріңіз хайырлы, мағаналы, берекелі, және ұзын мерзімдік діни ұяларыңыз болсын. Сөз өзіміздің құлағының жатқан жері. Және мынау ұлы бабамыз Қабанбайдың аты орнаған жер. Тамақ табылмайтындай басы үйдің ит осырақ дейді. Бұл іс тәрбие бермегеннен гөрі мен қатты шаршап тұрмын. Мына Жұман, Кәмшебек, Наурызбай, мына Дүйсен қандар өзінің жоқтығына қарамай міне осы кілемді әкіп тұрмыз. Атаға да естіп емес. Алланың үйі деген атқа. Біз Алланың құлы болғысын, Мұхаммедтің үмметі болғысын. Халық білсін, халық көрсін. Жастарымызға өсірет берсін.
Mına tas bavurlardın yüreğini bitsin Allah. Mına tas kulaklardın kulağını açsın Allah. Mına körse okuzlardın gözünü açsın Allah. Kamak dese zügüret, meşit dese kendine kanday sunduk. Sen Müslüman ne gerek, din Müslüman olmasa, til tazası ne gerek, yürek taza olmasa. Bunlar tügün münafık, adam emiş. Uvanbayım ben bile olsun. Ben olsa olduğumun gönlümüm, asılımım. Kep durganlarga biz, kelmegenderge. Gelgen kalıptan aylanayın, bala şakasını gelin görsün. Hürmettendir, atanın arvağın hürmettendir. Babam baydın meşite de geldi, görsün. Bizde meşite aylanır, 5-6. 6'da iyimiz. Bizim meşrimizde 100 kişi yat. Meşrimiz ülken, özümüzlük bunlarımız var. Körpenin boyuna karıp tösöldü. Bırak, dinge degenge naşar. Cangız sopayıp namaz okuyayım. O sileminde var mı? Cangız gününde de. Cangız, yak şu vak, azan çakıram. İyi. Bizim tavukçuk size baytadık emin. Al, aksakal olmuş. Okkan adam emiş. Allah'a kulçuluk kılgan adamız. Özümüz kılık olmayan saldık. Saç kulaklardı, kör sokurlardı, köretin olsun. Saç yüreklerini cibitsin. Allah rahmetsin. İmam Resulullah. Buraya. Rakım degen 5 kişi 500 tenge akşamız var. Olsun az bolsa da köpteyi görüp alsa tağı da bererimizde Allah Teala yüreğimiz nurun oruna açıp molayta verse. Amin. Barlıklarınızdan açlarınızga alalık, den sağlıklarınızga zor bakıt, amandık dileyim. Al endi hürmetli köpçülük. Mına bugün ağılımızdan Allah'ın uyu meşte açılıp kurbuğan sağış yürekli kıvançtamız. Menin aytayın degenim joğada imandarımыздың bарлығы ayızып жатыр. Bizge endi Allah'ın kuvvatı menen, Allah'ın emri menen kıskası bizge bir jakşılık, ulken jakşılık kep tur. Ol jakşılık menen meşte açıldı ortamızda. Endi menin aytayın degenim mına kebire doğadı ki meşitke barmay kalsak barganda biz akşamımız yok, nemesin baramız yok. Akşam meşitke kelme gerek жолдастар. Бұл немене мұсылмандар әлеументінің бір құттықана үйі. Сондықтан мен медет бауырыма тілейтінім келешекте осындай мешітті ары қарай жалғастырып, өзінен кейінгі буын жастарды мұсылмандыққа тәрбиелей берсін, денсаулығы мықты болсын, үнемі осындай халықтарының қадірменді ұлы бола берсін деп ниеттемін. Және өзімнің семьямның атынан азғантай подаркымды тапсыруға рұқсат етіңіз. Жаңа ақсақалдар бәрін айтып түсіндіріп, мына мешіт ашылғаннан кейін қазір сіздер қалай құрметтесеңіздер, солай мешіт болады. Сондықтан қазір мешіт ашылған уақытта жұма намазы оқылады. Ол үлкен біздің жұма намаздың ең үлкен Алла Тағаланың бір парызы. Сондықтан сіздер дәретім бар, дәретім жоқ деп қорықпаңыздар. Алла Тағала бәрін кешіреді. İnşallah Kur'an-ı Kerim'de aytып қой, шын мәнінде жақсылық жамандықты кешіреді деп. Осы уақытта келіп осы мешітте құрметін қалай көрсетсек, солай біздерге иншалла жақсылық болады. Жұма намазына қатысыңыздар қазір, жұма намазына. Сыйған Мені мектептің асханасында ас бердім соған кезде. Şaşı şaşları kardeşim. Свет yok mu Свет? Evet o Свет. Arasını çalmış. осылай бұрышқа таяу. Бамбушка жоқ қой деймін. Бамбушка жоқ қой деймін. Жанып тұр ма? Жанады ғой деймін. О! شيء عليما
صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل هذه تلاوة القرآن. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلونح ببركات إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وبقية العشرة المبشرة وعلي بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Allah Teala'nın kasiyeti Recep ayının kasiyetleri gayip kişiden giyin gelgen kasiyetli Cuma günü olsa Cenazlığa meşritte tilavet edilen Mesih'in sağolun evvelce Resul-i Ekrem Peygamberimiz suyuktu. Kıyametteki Allah Teala bizden Peygamberimiz Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna bağışlayımız. Peygamberimizden burun ötken adam Safiyullah aleyhi ve sellem'den Peygamberimizden din ötken bərlik Peygamber, evliya, enbiye aleyhissalatu vesselam'dan ruhuna bağışlayımız. Peygamberimizden ahli beytini, işini, kullu sahabaları, ansar, muhacirlerin ruhuna, dört her yerde olsa Hazreti Ebu Bekir, Umar, Osman, Ali radıyallahu anhum'dan ruhuna, şeriattan yetişti imamlar, İmam Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Hanbali rahmetullahi aleyhum'dan ruhuna bağışlar. Allah Teala'nın okulan Kur'an'ın sağlığın, olsun meşritte atmen atılgan, kaymilikten bakıyıkta ölüşkön, Yerasıl, Hocağı ruhuna bağışlayla. Olsa Kabanbay avlının canında kabristanda jatan küllü mümin Müslüman ruhuna bağışlayırız. Allah'ın arzı men kürsüsünün ortasında küllü Kur'an demetken Müslüman ruhuna bağışlar. Kelevgen okulan Kur'an'ımız Allah Teala marhumlarımızga vasil, sıyır olsun. Kabırlarına nur olsun. Allah Teala dünyadaki bilip bilmeyi istegen kebire sayıda ülkende kişilik günahlarını geçirip Allah Teala özünün rahmında Peygamberimizin şefaatinde kıyamet mahşer günü olarda da bizlerde de Allah Teala'nın kulumun Peygamberimizin ümmetimin degende de Allah nasip etsin. Allah Teala den İslam'a, İslam ellerine Allah Teala şimdiki Kazakistan eline жақсылық versin. Allah Teala şekaramızda tınış kılıp ele olsun Allah Teala birlik kılıp şkenasımızda Allah Teala bereketimizi mol etkizip Allah Teala olsa açılgan meşittin kıyametke deyinki Allah Teala жақсы bir meşitlerden boluğa Allah Teala nasip etsin. Allah Teala şeriatımızga düzülük versin, bala şagalarımızga, tuğan tutkanlarımızga, tilekteşlerimizge, ustazlarımızga Allah Teala жақсылық versin. Allah Teala el paçasına, din paçasına Allah Teala iman tavfik versin. Allah Teala жақсылық kalkına degen köz karasında boluğa жазсын. Allah Teala bugünkü kasiyetli meşitte alğaç günü okukan cumamızdı, cumada okukan Allah Teala nasihatımızdı, bärlik tilegen tileklerimizdi, kulçuluklarımızды kabul etip, budan keyin de жалғастыра берүүбүзгө жазсын. Allah Teala imamına осы meşittin Allah Teala жақсы umur, Allah Teala жақсы niyetler, жақсы bilimler, imanın kamilligine жазсын, savaplar nasip etsin. Осы meşittin istеген adamına, her bir tireulес bolgan, sadaka bergen, kömök bergen adamlarga Allah Teala жақсылыктардын жақсылыгын берсин. Allah Teala tilegen tileklerimizni kabul etip, Kur'an'ın savabını iki dünya degen savaptan жазсын. Allahümme cealil Kur'an'al azim lana fid dünya qarina ve fil kabri muanisa ve fil kıyameti şefi'a ve ala sirati nura ve minan nari sitra ve hicaba ve ilal cenneti rafiqa ve ilal hayrati kulli hadalila ve imama بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبحرمة الفاتحة. الله أكبر. Gönder bir batır jasanızlar. Akat aksak. Ben çakat. Ya illa rabbil alamin sadaqatul velayete bidahmet hamdan Fatiha.
Allahümme sahibi sadakati ganillâyeti ve anil afeti ve ekide imanahu ve eksere emalahu. Ya Allah, bugünkü Qabanbay avlumuzda aşılgan meştimizin birinci retki